Амансыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгін бір шағын видео әңгіме болсыншы сіздермен. Сіздермен сұхбаттасып, сіздерге өзімнің әдеттерімнің арқасында қандай нәтижелерге жеткенім туралы бөлісіп айтып берейін деп шештім. Есімім Дархан, жасым 32-де. Осы соңғы 60 күнде мен салауатты өмір салтын ұстанып келе жатырмын, және соның арқасында менің денсаулығымда қандай өзгерістер болып жатыр. Бастамас бұрын айтайын, 1 маусымнан бастап менің денсаулығымда жалпы артық салмақ көбейіп кетті. Мен осы тұрысымда 100 килограммға жеттім. Кәдімгідей ауыр салмақ, ырсылдап, дұрыстап жүріп, дұрыстап жүгіре де алмай қалдым, дұрыстап қозғала да алмай қалдым. Ол сөзге ұят жоқ, қарнымды көтеріп те алып жүре алмай қалдым. Бұны өзгертпесем болмайды деп шештім. Бұны өзгерту керек деп шештім. Сол себепті жаз айында қалай мен еңбек демалысына шықтым, солай өзімді қолға алып арықтауға көштім. Ең бірінші нәрсе, мен ұйқымды реттеуге тырыстым, құрметті көрермендер. Ұйқы ең басты нәрсе. Түнгі 10-ның кезінде, 10 мен 11:30 арасында мен телефон мүлде шықыламаймын, көшеге шықпаймын, барынша шамам келгенше ұйықтап кетуге тырыстым. Және мен ол қолымнан келді. Алғашқы 3 күнде ұйықтай алмай жүрдім, бірақ 3 күннен кейін сол уақытқа үйрендім. Ұйықтаймын, таңғы 6-да немесе 7-де тұрып кетуге тырыстым. Солай менің ұйықтау циклым жалғасып кетті. Ұйқы реттелді. Одан кейін мен артық нандарды, тәтті тамақ, тәтті торт, печенье деген сияқты перекустарды, тіске басарлардың барлығын тоқтап тастадым. Нанды да жемей қойдым. Тамақты нанмен жемейтін болдым. Соны тоқтаттым. Одан кейін тәтті сулар. Біздің дүкенде сатып алатқан газировка бар, тәтті сок бар, кола бар, горилла, энергетик, дизель. Оларды мүлде тоқтатып тастадым. Әйтпесе мен ондайға қатты құмар адам едім. Таңғы асымда коламен ішемін, обедкі асымда кола, кешкі аста кола, горилла бәрі кете беретін еді. Оны тоқтатпасам болмайды деп шештім. Осы горилла, коланы тоқтатып жинастырып тастадым. Және кешкі 6-тан кейін мүлде тамақ жемеуге тырыстым. Ұйықтар алдын 4 сағаттан кейін менің асқазаным бос болу керек деп, сондай бір режимге көштім. Сосын азанда тұрған кезде міндетті түрде жаяу жүремін. Жаяу жүргенде де жапондық жаяу жүріс 30 минуттық, яғни 3 минут өте тез жүрем, 3 минут жай жүрем. Осы бір интервальный жүрістерді орындай отырып, мен 30 минуттың ішінде кәдімгідей денемдегі майларды жағып тастадым. Қазір қарап отырсаңыздар, мен сол 100 килограммнан 60 күннің ішінде -12 килограммға арықтадым. Артық салмақ кетті, май кетті, іш кетті. Кәдімгі на футболка маған қысып тұратын, кәдімгідей қазір кеңінен тұрады. Қарапайым әдеттердің арқасында мен арықтадым деп ойлаймын. Және осы арықтау процесіндегі ең мықты нәрсе ол әдеттер. Жаяу жүруді көбейтесіздер, қозғалыс өте көп болу керек. Азанда міндетті, азанда сіз жаяу жүрген сайын, аш қарынға жаяу жүрсеңіз, сіздің организміңіз, сіздің бойыңыздағы энергияны майдан алады, жиналған. Ал майлар жағылған сайын, ол майлар азаяды, сіз аза бастайсыз. Міндетті түрде ол азасыз, құрметті көрермендер. Және де бір айта кететін жағдай, ұйқыны реттемесеңіздер болмайды. Ұйқы дұрыс болса, гормондарыңыз дұрыс жұмыс жасап, сізді едәуір жылдамырақ азасыздар. Және осындай әдеттерді қалыптастырудың арқасында менде көптеген ақша эконом бола бастады. Яғни тәтті суларға, тәтті тамақтарға қалтамдағы артық ақшаны жарата берушем, ойланбастай қазір тек қана менің ақшам қара суға кетеді, немесе қара суды алмаймын, немесе айран ғана сатып аламын болды. Мен нан жемеймін, тәтті ештеңе алмаймын. Енді отбасым үшін бәрін аламын, бірақ жеке өзіме артық ақша шығындалмаймын. Соның арқасында менде кәдімгі бір жақсы бір әдет қалыптасып келе жатыр деп ойлаймын. Қазіргі таңда 100 килограммнан 12 килограмм тастап, қазіргі салмағым 88 болды. Енді сіздерде азамын, артық салмақ құртам десеңіздер, құрметті көрермендер, ең басты нәрсе, жаңағы мен айтатын нәрсе, ұйқыны реттеңіздер. Ұйқыны, тәтті тамақ, нан, кола, энергетикті алып тастайсыздар, мүлде қолданбайсыздар, және жаяу көп жүресіздер. Жаяу көп жүресіздер, ал қалған кез келген тамақты жей бересіздер. Тамақты нансыз жеуге тырысыңыздар. Болды. Осы 3 нәрсе қалыптасқан болса, сіздің организміңізде, сіздің өміріңізде сіз жылдамырақ азасыз, жылдамырақ өзіңіздің ойыңыздағы нәтижеге жетесіз. Қазіргі таңда менде майлар азайды. Майлар азайғаннан кейін менде артық уже бұлшықетке жұмыс жасау керек. Бұлшықет қосып, тренировка жасап, дене қатайту керек. Адамның жасы 32-ден асқаннан кейін денсаулығына міндетті түрде көңіл бөлу керек екен ғой. Қазірден бастап денсаулығына көңіл бөлсең, ертең 40-қа, 50-ге келгенде Құдай өмір беріп жатса, сол жасқа келгенде әйтеуір хронический аурулар шықпайды екен. Дәрігерлердің айтуынша. Сол себепті, құрметті көрермендер, сіздің жасыңыз 30-дан асқан болса, 40-тан асқан болса да,
өзіңіздің денсаулығыңызға, өміріңізге мән беріңіз, өзіңізге қараңыз. Сіздің тәніңіз, сіздің денсаулығыңыз тек сізге ғана керек. Сондықтан қандай қиын болса да салауатты өмір салтын ұстанып жүріңіздер, құрметті көрермендер. Айтарым осы, арнаға тіркеліп қойыңыздар. Сұрақтарыңыз болса видеоның астына описанияға жаза беріңіздер. Барлығына жауап беруге тырысамын. Және лайк басып, пікір жазып, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер. Барлықтарыңызға рахмет.